Бүгін Семей медициналық университетінде Қазақстан әйелдер күштері альянсының ұйымдастыруымен дөңгелек үстел өткізілді. Басты мақсат Семей ядролық полигоны заңы шеңберінде зардап шеккен халыққа медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту, халықты оңалту мақсатында мемлекеттік органдарға ұсыныстар әзірлеу. Бұған дейін полигон зардабын жоюға қадам жасалмады деп айтудан аулақпыз. Бірақ көмек көлемін арттырып, медициналық қолдау мәселелерін ширату, полигон аймағының тұрғындарына жеңілдіктер қарастыру қараша халықтың талап тілегі. Былтыр Семей ядролық сынақ полигон жабылуына 30 жыл толуына орай конференция өтіп, полигон 21 қоғамдық ұйымы құрылған. Қоғамдық ұйым мүшелері зардап шеккен халыққа лайықты қолдау көрсетілмейтіндігін, ядролық полигон туралы жаңа заң қабылдау керектігін айтты. 1957 жылы наурыз айында Семей қаласында номері 4-ші ем3 бруцеллезге қарсы мамандырылған жасырын дәрігерлік амбулатория ашылды. Кейіннен орталықтың аты бірнеше рет өзгергенімен, қызмет көрсетудегі мақсаты бұрынғыдай қала берді. Дәрігерлер тұрғындардың денсаулығын қадағалап, диспансерде бірнеше төсек орындары болған. Адамдар тексеруден өтіп, емделуге келіп тұрды. Біз обыр ауруы бар жандарды скрининг арқылы анықтаймыз. Бүгінгі күні әйел адамдар сүт безінің қатерлі ісігіне көп ұшырайды. Ал ер адамдар өкпенің қатерлі ісігінің кездерінен өмірімен қош айтысып жатыр. Полигон 21 комитеті қоғамдық қоры Семей ядролық полигоны туралы жаңа заң қабылдау жөнінде бастама көтеріп, қол жинау үстінде. Алдағы уақытта облысымыздың тұрғындары атына президентке арнайы хат жолдау жоспарда бар. Өңіріміз үшін ядролық полигон естен кетпес азап. Алдағы уақытта барлық айтылған мәселелер қайта қаралып, оң шешімін табады деген ойдамыз.